Ассалаумағалейкум ағайын, қалайсыздар? Шаруашылықтарыңыз қалай, дамып жатсыздар ма? Мына суықтан қалайсыздар, жақсы боласыздар ма? Күн ауа райы бірден суып кетті. Мына балапандар шықты. Кішкене суық болып, уақытысында түсіре алмай қалдым. Өтпеңіздер. 46 жұмыртқадан 36 балапан. Ровно 9 шықпай қалды, біреуі сауатқан кезде сынып қалған тоғын. Міне, бәрі шустрий, жеп жатыр жемдерін. Мына суға мед қостым, 2 левомицетин, 2 фуразолидон. Фуразолидон, левомицетин не үшін дейсіздер ғой? Бұлар аларкасы шыққаннан кейін, өмірге келгеннен кейін, бұлардың асқазандар жұмыс жасамайды. Андай бірінші, екінші күндері жап-жасыл сондай нәжістер шығарады. Сол үшін сонда шығып кету үшін осы левомицетин мен фуразолидон керек. Ал мед ол жаңағы не? Тәтті керек бұларға. Бірінші кездері үстіп где-то бір аптада үстіп бересіздер медті. Ал фуразолидон мен нені 3 күн 4 күн жетеді. Ары қарай бермейсіздер. Мына шустряк тамақтарын жеп жатыр. Құдай осы ден кішкене аяқтанғанша, қанаттанғанша үйде ұстайын. Сосын кейін барып сарайға шығарамын, сарайды көрсетемін. Ояқта ұш тұрлап жатырмын. Ал ағайын, балапан қыз, жаз, көктем демей, жағдайын жасаңыздар да жұмыс жасай беріңіздер ағайын. Ал барлықтарыңызға сәттілік, тек қана алға қазақ елі, әр қазағым бай болсын. Алға тамыңыздар ағайын.